Таза Қазақстан біз көпшілігіміз түсініп жүргендегідей айналамыздағы ортамыздың тазалығы емес. Таза Қазақстан идеологиялық тұрғыдан үлкен маңызды шара. Ол әрбіріміздің жанымыздың тазалығы, істеп отқан ісіміздің тазалығына мән беру деп пайымдауға болады. Сондықтан да Таза Қазақстан бұл идеологиялық тұрғыдан осы мемлекетіміздің дамуына жаңа шетін елшіл, мемлекетшіл азаматтардың үлес қосатын таза бір бағдарламасы деп пайымдауға болады. Сонымен қатар осы президент өз сөзінде мынау отаншылдық сезімі турасында да өте үлкен бір жақсы бір ойлар айтты. Отаншылдық дегеніміз ол оңды солды сұхбат беріп жаңағы үрейтке айтақ қос қазақшылап айтқан кезде ондай емес. Отаншылдық азаматтар үндемей жүріп үлкен істер бітіреді. Сондықтан да отаншылдықтың формуласы ол елге, мемлекетке, әрбір ісіміздің атқарып отқан ісімізге жанқиярлықпен, тазалықпен, кәсібилікпен жұмыс істесе, әрбір отаншыл азамат осындай болады деп формуласын